Екібастұзда аш-жалаңаш табылған 4 баланың денсаулығы тексерілді. Дәрігерлердің айтуынша олардың 4-еуінің де өкпесі қабынған. Ал 2016 жылы туған баланың ПТР сынамасы оң нәтиже көрсетті. Қазір оларға медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын 4 қабырғаға қамалған ауру сырқау сәбилердің табылғаны туралы ақпарат тарады. Волонтерлар 7, 5, 4 және 3 жастағы балалардың ауыр халін көріп, жедел жәрдем бригадасын шақырған. Бүлдіршіндер өз беттерімен жүре алмайды, кішкентай қыздың іші ісіп кеткен. Үлкен екеуінің аяқтары қайрылып, қисық бітіпті. Атанасы бола тұра, адам шошырлық жағдайға тап болған бейгүнә сәбилер қазір облыстық балалар ауруханасының ковид бөлімшесінде аналармен бірге ем қабылдап жатыр. Ну, мама говорит, мы справлялись. Анасы бұған дейін балаларын өзі емдеп келгенін айтады. Көмек сұрауға ұялдым дейді. Бұл оның мінез құлқында психологиялық ауытқулар барын көрсетеді. Балалар еш жерде тіркелмеген. Осы оқиғаға байланысты қызметтік тексеру басталды. Осындай деңгейге жеткізген ата-анасы мен медицина қызметкерлеріне қатысты заңға сәйкес шешім қабылданатын болады.